Кеш жарық, менің есімім Гажыбек Аружан, бұл бізде екінші сірес, және бүгінгі біздің талқылайтын әдеби роман ол Прометей алауы Қабдеш Жұмаділов. Көркем шығарма қандай тарихи кезең мен оқиғаларға арналған? Прометей алауы романы қазақ хандығы құлағаннан кейінгі тарихи кезеңді, нақтырақ айтқанда 19 ғасырдағы аға сұлтандар дәуірін арқау етеді. Бұл қазақ халқы үшін өте ауыр, күрделі әрі тағдыр шешуші кезеңдердің бірі еді. Шығарма сол уақыттың барлық саяси, әлеуметтік және рухани жағдайын жан-жақты қамтып, халықтың азаттық жолындағы арпалысын терең көрсетеді. Ең алдымен Ресей империясының қазақ даласын біртіндеп жүйелі түрде отарлау саясатын күшейген тұсын сипаттайды. Патша үкіметі хандық билікті жойып, орнына аға сұлтандарды әкімшілік қызметке тағайындау арқылы даладағы билікті өз қолына шоғырландырады. Қазақтың ғасырлар бойғы мемлекеттік жүйесі бұзылып, елдің ішкі бірлігі әлсірейді. Халықтың жері тартып алынып, жаңа округтер ашылды. Салық саясаты күшейді. Осы өзгерістер ел ішінде үлкен қарсылық пен наразылық тудырды. Осындай қысымға жауап ретінде қазақ даласында Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтеріліс туады. Романда Кенесары ханның арпалысы, оның ел тәуелсіздігі жолында жанын шүберекке түйіп күресуі шынайы көрсетіледі. Кенесары бастаған көтеріліс қазақтың азаттық тарихындағы соңғы әрі ең ірі көтеріліс болатын. Оның мақсаты отаршылдардың үстемдігін тоқтату, бірлікке шақыру, елді қайтадан дербес мемлекет ету. Кенесарының бұл күресі романда тарихи шындыққа сүйене отырып, терең эмоционалдық бояумен берілген. Сонымен қатар шығарма сол кездегі қазақ қоғамының ішкі мәселелерін де ашып көрсетеді. Ру аралық алауыздық, билікке талас, сұлтандардың екіге жарылуы, бір бөлімнің орыс әкімшілігіне арқа сүйеуі қазақ елінің әлсіреуіне әкеледі. Бұл ішкі тартыстар отаршылдардың қолын күшейтіп, халықтың біртұтастығына үлкен нұқсан келтірді. Романда ерекше атап өтілетін тарихи жайттардың бірі ол Қытай мен Дүнген соғысының қазақ жеріне тигізген әсер еді. 19 ғасырдың ортасында Қытайдағы Дүнген көтерілісі мен қазақ жеріне қарай босып келген халықтың қозғалысы далаға үлкен ықпал етті. Шекара маңындағы ел тыныштығы бұзылады. Қазақ руларының қоныстары тарыла түсті. Қытай әскерінің жазалау жорықтары кезінде бейбіт қазақ ауылдары да зардап шеккен кездер болған. Осы жағдайлар романда тарихи шындық ретінде көрсетіліп, қазақтардың көрші мемлекеттер арасындағы саяси тартыста сырт қала алмайтыны ашылады. Бұл кезең қазақ еліне тек сыртқы қауіп емес, ішкі тұрақтылыққа да қатты соққы берген еді. Автор тағы бір маңызды мәселені, яғни ислам дінінің қайта жандануын, рухани жаңғыруды да көркем түрде береді. Ол кезде орыстардың ықпалы күшейгенмен қазақ қоғамының бір бөлігі татар молдалары арқылы православия үгіттеліп, діни әлсіреу белгілері байқалған еді. Осы тұста қожалар мен дін ғалымдарының исламды қайта жаңғыртуы, намаз оқуы, діни сауатты артуы арқылы халықтың рухани бірлігін сақтап алуда романда ерекше мәнге ие. Дін халықтың моральдық тірегі, ұлттық құлдыққа түспеудің рухани күші ретінде көрсетілген. Осының барлығы бір дәуірдің ғана емес, тұтас халықтың тағдырын айқындаған тарихи кезеңдер. Прометей алауы романы осы тарихи оқиғаларда көркем тілмен ғана емес, шынайы деректерге сүйене отырып терең талдайды. Оқырман бұл шығармадан қазақ елінің ішкі сыртқы саяси жағдайын, отаршылдық қысы мен рухани күрестің табиғатын, азаттық жолында жанын қиған ерлердің бейнесін толық танып, сол заманның атмосферасын анық сезіне алады. Бұл қазақ халқының тағдыры үшін шешуші болған, ел болашағына үлкен сабақ қалдырған кезең. Осы тұрғыдан роман тек көркем шығарма емес, тарихи танымдық еңбекке айналған десем артық емес. Шығарманың негізгі идеясы және автор көтерген мәселелер. Прометей алауы романының негізгі идеясы халықтың тәуелсіздігі, елдік мүдде және еркіндік жолындағы күрес. Шығармада тарихтағы нақты оқиғалар арқылы қазақ халқының басынан өткен сынақтар мен азаттық жолындағы әрекеттері, күрестері туралы көркем тілмен суреттеледі. Автор ең алдымен отарлық қысымнан құтылу мәселесін көтереді.
Ресей империясының қазақ даласына ықпалы артқан кезде халықтың еркіндігі шектеледі, дәстүрлі билік жүйесі әлсірейді. Кенесары хан бастаған көтеріліс арқылы жазушы тәуелсіздікті қорғаудың маңызды екенін айқындайды. Сонымен бірге роман басшы тұлғалардың жауапкершілігі мен адал қызметін көрсетеді. Ел мүддесін өз пайдасынан жоғары қоятын билер мен ханның үлгісі арқылы автор елдің болашағы үшін дұрыс шешім қабылдаудың маңызын ашып көрсетеді. Романда бірлік мәселесі басты орын алады. Бірлік болмай, тірлік болмайды. Ел ішіндегі руаралық алауыздық пен жеке мүдде халықты әлсіретеді. Автор бұл тәуелсіздікке қол жеткізуде ең қауіпті кедергі екенін анықтайды. Сондай-ақ тарих сабағының қазіргі ұрпаққа әсері де көтерілген. Өткен оқиғаларды түсіну, бүгінгі ұрпақ үшін тәуелсіздік пен бірліктің құндылығын сезіну. Жалпы роман ұлт болашағы үшін күрестің киелігі, тәуелсіздіктің маңыздылығы мен барлық қажеттігін терең ашады және оқырманды елдікке, отаншылдыққа шақырады. Шығармадағы бас кейіпкерлер және олардың бейнесі. Романда Қабдеш Жұмаділов тарихи оқиғалармен бірге сол замандағы, сол дәуірдің тұлғаларын жан-жақты ашып көрсетеді. Әр кейіпкер арқылы автор белгілі бір идеяны, тарихи шындықты және қазақ қоғамдағы түрлі құбылыстарды бейнелейді. Шығарманың орталық бейнелері ел тағдыры үшін күрескен хандар, билер, сұлтандар мен дара тұлғалар. Романдағы ең басты кейіпкерлердің бірі Кенесары хан. Ол батырлығымен, қайраты, көрегенді және ел алдындағы жауапкершілігімен ерекшеленеді. Кенесары қазақтың соңғы ханы, тәуелсіздіктің символына айналған тұлға. Автор оның бейнесін тек тарихи тұлға ретінде ғана емес, бүкіл халықтың үміті мен арманын арқалаған қайраткер ретінде көрсетеді. Кенесарының ойы әрқашан елдің ертеңіне бағытталған. Ол өз халқын отарлық бұғаудан аман алып шығуды мақсат еткен жан. Оның күресі тек қарулы айқас емес, рухани және саяси еркіндікке деген талпыныс болып келеді. Шығармадағы ерекше орын алатын тағы бір тұлға ол Ақтайлақ би. Ақтайлақ би Найман елінен шыққан парасатты, ақылды, сөзі өтімді, көреген билердің бірі ретінде суреттеледі. Ақтайлақ би елге тек батырлық жолмен емес, рухани жолмен бірігуді ұсынады. Оның ойынша халықтың тозуы бірліктің жоғалуынан. Сондықтан ол әрдайым татулыққа шақырып, ру басыларына сабыр мен даналық керек екенін жеткізеді. Ақтайлақ би ел ішіндегі дау-шарды шешетін мәмілегер, ақылгөй, халықты адастырмайтын рухани тірек. Автор шығармасындағы аға сұлтандардың бейнесі де әр қырынан береді. Олардың қатарында Құнанбай сияқты тарихи тұлғалар да бар. Аға сұлтандар патша үкіметінің тағайындаған билік өкілдері. Олар ел мен орталық биліктің арасында делдал қызметінде. Жазушы бұл топты екіге бөліп көрсетеді. Бір бөлігі шын мәнінде халыққа қызмет еткісі келетін, ел ішіндегі мәселелерді шешуге тырысатын тұлғалар болса, екінші бөлігі мансап, билік және өз жеке пайдасы үшін отаршыларға жақын болып, өз халқының мүддесін екінші орынға ысырап қояды. Бұл сол дәуірдің трагедияларының бірі. Шығарманың маңызды әрі терең бейнеленген кейіпкерлерінің бірі тағы да ол Бопы би болып келеді. Ол әділдігімен, сөзге шешендігімен, дана ойымен ерекшеленген тұлға. Автор Бопы биді ақиқаттың жаршысы, елге шын жанашыр тұлға ретінде көрсетеді. Ол тек билік айтушы емес, елдің тағдырына шынайы алаңдайтын, әділдік пен тәртіпті сақтауға тырысатын би. Оның бейнесі әділеттіктің, парасаттың және имандылықтың көрінісі. Шығармада қандай салт-дәстүрлер мен рәсімдер сипатталады? Романда Қабдеш Жұмаділов қазақ халқының бай рухани мәдениетін, салт-дәстүрін және қоғамның ішкі тәртібін жан-жақты көрсетеді. Шығармада бейнеленген салттар қазақ даласының өмір салтын, ойлау жүйесін, адамгершілік құндылықтарын дәл танытатын элементтер. Ең алдымен романда би шешендердің билік айту дәстүрі, яғни қазақ халқының қоғамдағы әділдік жүйесі айқын көрініс табады.
би тек заң шығарушы емес, халықтың ар-ұжданы мен әділдіктің символы. Олар дау-дамайды сөзбен шешіп, ел ішіндегі тәртіпті сақтаған. Бұл дәстүр Ақтайлақ би мен Бопы бидің сипаттамасында ерекше және шынайы суреттелген. Шығармадағы таңғы бір маңызды рәсім жиын және кеңес құру дәстүрі. Ел ішіндегі саяси мәселе, сыртқы қауіп, ру арасындағы дау сияқты үлкен сұрақтар көпшіліктің талқысымен шешілген болатын. Романдағы халықтың басы қосылып, ақсақалдар кеңесі мен батырлардың бас қосулары жиі көрсетіледі. Бұл қазақ қоғамының демократикалық элементтерін танытатын ерекшелік. Сонымен қатар шығармада ас беру және қонақ күту салты да көрініс табады. Қазақ халқы қонақжайлылығымен, кеңдігімен, ас садақа берудегі жомарттылығымен ерекшеленеді. Автор ел ішіндегі татулықтың, сыйластықтың тамыры осы салттарда жатқанын көрсетеді. Ас беру тек той жасау емес, үлкен тарихи оқиғаны еске алу, қоғамның бірлігін нығайту рәсімі. Мысалы, Сейіт Қожалар Түркістаннан Ақтайлақ бидің ауылына алғаш келген кезде Ақтайлақ би сол қонақтарға арнап үлкен той ас жиын жасаған еді. Осыны көрген қожа руы таң тамаша болған. Шығарманың өзекті тұстарының бірі қыз алмасу дәстүрі, яғни түрлі рулар арасындағы құдандылық байланыстар арқылы бірлікті нығайту. Қазақ қоғамында құдалық тек екі жастың қосылуы емес, бұл екі үлкен рудың, екі елдің арасындағы татулықтың белгісі болған. Автор бұл дәстүрдің саяси маңызын ерекше атап өтеді. Руаралық алауыздықты тоқтату, ел ішіндегі татулықты сақтау үшін қыз алысып, қыз беріскен. Бұл сол кезеңдегі қоғамның ішкі тұрақтылығын сақтаудағы маңызды құралдардың бірі еді. Романда бұл дәстүр елді бітістіру, жаулықты тоқтату және туыстық жүктерді күшейту жолы ретінде бейнеленеді. Осы шығарманы оқып шыққаннан кейінгі сіз өзіңіз үшін танымдық тұрғыда қандай жаңалық аштыңыз? Романды оқи отырып, мен ең алдымен тәуелсіздік жолындағы күрестің қаншалықты ауыр, ұзақ және күрделі болғанын терең түсіндім. Тарихтан білетініміз аз еді, бірақ осы шығарма арқылы қазақ халқының азаттық үшін ғасырлар бойы үздіксіз жапа шеккенін жан-тәніммен сезіндім. Романда бейнеленген әр оқиға, әр тартыс бүгінгі еркіндігіміздің қандай қиын жолмен келгенін дәлелдейді. Шығармадағы тағы бір мен үшін ерекше танымдық жаңалық Мыңбұлаққа қоныс аударған қожалардың тарихы еді. Романда жазылған сол оқиғалар менің өз өмірімнің өз тегімен тікелей байланысты екенін білгенде ерекше әсер алдым. Өйткені Мыңбұлаққа қоныс аударған қожалар менің туған апамның аталары, ал менің апам да осы Мыңбұлақта туып өскен Сейіт Қожаның ұрпағы. Шығарманы оқи отырып, өз ата-баба тарихымен бетпе-бет келгенде болдым. Бұл маған кітапты жай тарихи шығарма ретінде емес, өз әулетімнің өткенін сыр шертетін өте жақын дүние ретінде қабылдауға себеп болды. Сондай-ақ романда Мұхтар Әуезовтің атасы мен әжесінің қалай танысқаны туралы да эпизод ерекше әсер қалдырды. Қазақтың ұлы жазушысының отбасының тарихының бір бөлігі көркем туындыда да көрініс тауып, сол дәуірдің тұрмысын, салтын, адамдар арасындағы сыйластықты көрсете берген. Бұл эпизод маған өте жылы, біртүрлі жақын сезім сыйлады. Өткен ғасырдағы қарапайым қазақ отбасының тағдырын осындай шынайылықпен беру автордың үлкен шеберлігі. Жалпы алғанда, осы шығармадан кейін мен тек тарихи деректерді ғана емес, өзімнің тамырымды, ата-бабамның жолын, олардың қандай қиындықтардан өтіп бүгінгі күнге жеткенін тереңірек ұғына бастадым. Роман маған үлкен рухани әсер қалдырды және тарихқа өз тегіме деген құрметімді арттырды.